қасқыр жемтігін тауып алады. Оны байқаусызда жеймін деп сүйекті жұтып қояды. Бірақ сүйек тамағына тұрып қалып, ол қатты қиналады. Ой құрыдым, менің тамағыма сүйек тұрып кетті. Енді маған кім көмектеседі? Не болды қасқыр? Неге сонша қиналып тұрсың? Тырна, маған көмектесші. Осы ұзын мұрнымен менің аузына сүйек тауып берші. Одан кейін мен саған үлкен сый беремін. Жарайды, көмектесейін, бірақ абай бол, маған зиян жасама. Міне, сүйекті де алып бердім. Енді бәдендегідей сыйлығынды бер. Сыйлық па? Менің аузыма басымды салып, аман шыққанына рахмет айт. Сол саған сыйлық. Жақсылықты да түсінбейтін адамдар да бар екен ғой. Мұндай залымға енді көмектеспеспін. Бұл мысалдың түйіні, кейбір адамдар кей кезде жалынып, ісі біткен соң жақсылықты ұмытып кетеді. Сондықтан қайырымды да сенімді адам тани білу керек.